أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugün bizler Kimili Orucun sabahının 29 gündemiz. Bugün Ramazan'ın артықшылығына қатысты баптың 13-на келдік. Фазилатул Ашира 10-шы артықшылық. الصوم في الصيف يورث سقي يوم العطش. Жазды күнге ораза, аштық күні, аштық күні, шөлді күні, шөлді күні, не істейді? Мұның шөлін басатын сақия деген сөзіміз шөлді басу, шөлді басуды туындатады, яғни кімде-кім жазды күні ораза ұстайтын болса, оның шөлі қанады деген сөз. Шөлі қанады. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى على السرية في البحر. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas'ın giyinmesi rivayette Abu Musa'ны tengizге жібереді. Теңізге жібереді. فبينما هم كذلك сол теңізде кезде قد رفعوا الشرائع في ليلة المظلمة. Аяқ астынан не істейді? Олардың кемесі төңкеріліп қалады. إذ هدف فوقهم يهتف. Сонда бір дауыс дейді. Хатиф деген сөз сырттағы бір дауыс естіледі. Сөйтіп былай деп айтады. Я әхлі сафина, ей кеменің иелері, кемедегілер, фақфу фақфу أخبركم بقضاء قضى الله على نفسه. Сендерге мына хабарды берейін, алла тағала бұл қазылықты өзі шешті деді кімге? فقال أبو موسى أخبرنا إن كنت مخبر. егер сен хабар беріп жатсаң, бұл хабарды бер деп айтты. قال إن الله تبارك وتعالى قضى على نفسه أنه من أعطش نفسه له في يوم الصائف. кімде-кім жазды күні өз-өзін яғни аш болатын болса деген сөз, жазды күні ораза ұстайтын болса деген сөз. Сақалла йомил атош. Не істеген күні шөлі қанбай қалған күндері, шөлдегі күндер шөлін басады деді. Иә, расымен қарап отырсаңыз, жазды күні ораза ұстағандар болған шығар. Жазды күні ораза ұстағандар жазды күні қатты бір ыстық болған кезде еді. Тіпті сол күндері қатты ыстық болған еді, сол жылдары. Сол кезде мысалға әшейінде мысалға олай ыстық күндері адам шөлдегеннен мысалға қатты қиналып кетеді. Бірақ Аллах тағаланың бір қалауы болды, мысалға сол уақыттарда ораза ұстағандардың бір несі шөлдері қанған сияқты, иә, керемет сондай не болды, жеңілдіктер болды. Мысалы Аллах тағаланың бұл бір несі, иә, кереметі. وعن أبي موسى بنحوه إلا أنه قال فيه. أبو موسى дәл осы келді, сол дәл осы айтқан сияқты қалай былай деп айтты. إن الله قضى على نفسه أن من عطش نفسه لله في يوم الحار. Кейін Абу Муса не деді? Ыстық күні кімде-кім ораза ұстайтын болса, яғни өз-өзін шөлдететін болса деген сөз, яғни еш нәрсе жемей жүретін болса, иә, ораза ұстайтын болса, кәне хаққун аля Аллахи ан юрвихи яумил қияма. Алла тағаланың ақысы болады, не қиямет күні оның шөлін қандыру дейді. قال فكان أبو موسى يتوخى اليوم الشديد الحار. أبو موسى رضي الله عنه бір ыстық күндері не істейтін еді дейді, ниет ететін еді дейді. Якадул инсан янсалих фихи харран.
Адамдар сол ыстықтан, сол ыстықтан, енді сондай бір ыстық күн, қазір бір минут, сондай бір ыстық күн, يعني أبو موسى نديت نتيتف فكان أبو موسى يتوخى اليوم شديد الحر الذي يكاد الإنسان ينسلخ فيه. آه، қатты бір ыстық күндері, қатты حر شديد деген сөзіміз шадидул حر, қатты бір ыстық күндері, Абу Муса адамдар сол босап қалатын күндер, яғни қатты бір ыстықтан шаршап сондай бір демігіп қалатын күндердің өзінде Абу Муса не істейтін еді дейді, фаясумуху, сол күннің оразасын ұстайтын еді дейді. Қатты бір ыстық күндердің өзінде Абу Муса радиаллаху анху ораза ұстайтын еді дейді. Сияму нахари сайф мин хасаилил иман дейді. Қатты ыстық күндері ораза ұстау бұл имандылардың ерекшеліктері дейді, имандылардың белгісі. Мешін литули нахари сайф шеддидір харрихи, күндіздің ұзақ болғандығы үшін, жаздың күндізі ұзақ болғандығы үшін, және де қатты бір ыстық болғандығы үшін. Иә, мысалға жаздың күндері қатты ыстық болады. Анау сөз бар ғой жаңағы қыстың бір қатты бір қыс болатын күні бар, мұздай болатын күні бар. Жаздың да қатты ыстық болатын бір күндері бар мысалы, иә. قال ابن رجب عن بعض السلف قال: بلغنا أن يوضع للصائم مائدة يأكلون عليها والناس في الحساب، فيقولون يا رب نحن نحاسب وهم يأكلون، فيقول إنهم طالما صاموا وأفطرتم وقاموا ونمتم لده. кейбір ибн Раджаб айтады, яғни кейбір ізгілерден мынандай бір сөз келген дейді. بلغنا أنه يوضع للصائم مائدة يأكلون عليها والناس في الحساب فيقولون. Қияметте дейді, Алла тағала оразашыларға бір дастархан жайып қояды деді. Сол дастарханнан тамақ жеп жатады деді. Тамақ жеп жатады. Сол уақытта адамдар не істеп жатады деді, есеп қисапта болып жатады деді. Есеп қисап болып жатқан кезде, есеп қисап болып жатыр бұл жақта, бірақ олар да не істеп жатыр, тамақ жеп жатыр, мына жақта дастархан жайып қойған, керемет. فيقولون сөйтіп айтады дейді оларға: يا رب نحن نحاسب وهم يأكلون. Біз есепке алып отырмыз, ей Раббым, бірақ олар тамақ жеп жатыр ма сонда деп сөйтіп таңғалып сұрайды дейді. Яғни олар тамақ жеп жатыр, біз мына жақта есеп қисап қылып отырмыз ба, я Раббым деп сұрайды дейді. فيقول إنهم طالما صاموا, олар қанша уақыт ұзақ ораза ұстаған болса, ол сендер не афтартум, сендер ораза ұстадыңдар, сендер не істедіңдер, ауыздарың ашық болды. Вақауму, олар не істеді дейді, түндерінде намаздарына тұрды, намаздарын қылды. Уанамтум, сендер ұйықтадыңдар дейді. Қарап отырсақ, машалла, керемет бір хабар, яғни иннахум толема сому, олар ұзақ уақыт ораза ұстады. Мысалы бір күннің ұзақтығы, қысқасы ұзақ уақыт деген сөзіміз. Жазды күндері күн ұзақ болды дедік, иә. Сендер бірақ не істедіңдер дейді, ораза ұстамадыңдар, сендер ауыздарың ашық болды. Олар түндерін тахажжудке тұрып намаз оқыды, онан соң сендер ұйықтадыңдар дейді. وما بكى العباد على شيء عند موتهم إلا على ما يفوتهم من ظمء الهواجر. وما بكى عباد, пенделер жылаған жоқ, على شيء عند موتهم, өлім аузындағы халдердің ешқайсысына жылаған жоқ. Тек қана дейді мысалға андай нәрсеге жылайды дейді. Ол қандай нәрсе?
وما بكى العباد على شيء عند موتهم. يعني пенде өлім аузына жатқан кезде не қатты бір жылап қиналатын нәрсесі дейді, ол алама яфутухум мин замил хаважир, оның шөлдегендігінен қатты не істейді дейді, жылайды, қиналады деді. Шөлдегенде өлім аузына жатқан кезде иә адам не істейді, шөлі қысады. яғни сол себепті оның аузына не істейді, анау өлім аузына жатқан адамның басына не қойып қояды, жаңағыдай мақтаменен аузын не істеп тұрады, сулап тұрады мақтаменен ше. ол енді толық су іше алмайды, бірақ не істейді, су іше алса ішкен жақсы суды. Бірақ олардың іше алмайтындар болады, мысалы аузын су салады, не істеп қояды жаңағыдай мақтамен ше, сулы мақтамен бүйтіп бүйтіп басып басып еріндерін не істеп, өйткені ол өлім аузына жатқан кезде қатты шөлдейді. яғни сол бір ыстығы көтеріліп, сол қатты бір не істеген кездерден шөлдеп жатады иә. сол себепті адам пенденің қатты бір жылайтын халі осы дейді, яғни өлім аузында жатқан кездегі шөлінің ыстықтан шөлінің басылмауы дейді. قال معاذ بن جبل عند موته، өлім аузында жатқан кезде муаз ибн жабал айтып еді да: мархабан бил маут, ей өлім қош келдің, зәир мағ мағаб. Сәир деген сөзіміз енді зиярат етуші деген сөз иә. Соңында келген менің зиярат етуші. Хабиб жа'ала фақо, Хабиб сүйікті дейді. Жа'ала фақо, Хабиб дейді жақсылық, жақсы көруші. Жа'ала фақо, яғни қиналып тұрған кезде келген, яғни шарасыздық кезінде келген деген сөз иә. Шарасыздық кезінде келген өлімі. Аллахумма кунта ахафука фа ана льем арджук. Мен, я рахман, аллахым, мен сенен қорқушы едім дейді, бірақ қазір мен сені үміт етемін деп айтты. Аллахумма иннака та'лам анни лам акун ахаббу дуния литулил бақа фиха. Я Аллахым, иннака та'лам, сен жақсырақ білушісің, анни, расында мен, лам акун ахаббу дуния, мен дүниені жақсы көрмедім, литулил бақа, сол жерде қалуды, ұзақ қалуды, фиха, лижарул анхар, күндіздердің өтуі үшін, ولا غرس الأشجار ولا لغرس الأشجار. يعني ағаштарды алу үшін емес, ولكن لضم الهواجر ومكابد الساعات دеді. ومكابد الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر دеді. жақсы. бірақ та ولكن لضم الهواجر жаңа айтқан сияқты مكابد الساعات, бұл жердегі шөлдің қандыруы иә, бағана жоғары айтқан сияқты лом ил хаважи деген сөз жоғарыда айтып кеттік өлер мақта тұр иә. Ол шөлдің қандыруын, ыстықта шөлдің қануын, макабел саат, яғни сағат деген сөзіміз, яғни сол бір бақыттың орталығына. музахаматил улама, музахаматил улама.
للركب عند الحلق الذكر ده. بسم الله قلنا بسط نقول اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا لطول البقاء فيها لجر الأنهار ولا لغرس الأشجار ده يعني. يا الله مسين رخص رخ بالجسم مين ده. آه لم أكن أحب الدنيا من دنيا رخص رجق لطول البقاء وزيد خوض فيها لجر الأنهار وزيد تين يلجرت ده وزين درغت ولا للغرس الأشجار فهذا керемет бір ағаштардың мындай бір атмосфераның үшін емес дейді. ولكن لنظام الهواجر бірақ мен не жақсы көрдім. сол шөлді қандыру үшін ومكابد الساعات андай бір макабит деген сөзіміз жалпы орталық макабида деген сөзіміз иә. сағат бұл жердегі ә, бір минут қазір. ومكابد الساعات. Aha, так. Бәлки бұл жердегі мақсаты сондай бір керемет уақыттардың деген мағына шығар бәлки. ومزاحمة العلماء مزاحمة العلماء ғалымдардың жарысуы بالركب عند الحلق الذكر зікір еткен кезде хәлқ деген сөзіміз зікір алаңдары деген сөз иә. Зікір ететін алаңдар хәлқ деген сөзіміз. Сол бір алаңдарда ғалымдардың сол іліммен жарысуы сол бір уақыттардың керемет уақыттардың өтуі деген сияқты иә. Сондайлар үшін ғана мен дүниені жақсы көрдім деген жалпы мағынасы сондай. Жақсы. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.